Доктор Аида Мұхтарованың бүгін ас үйіне қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің тоңазытқышымды көрсететін боламын. Кеттік. Менің тоңазытқышымдағы ең маңызды 5 өнімге тоқталайын. Ол әрине яблочный уксус. Бұл бізде асқазандағы тұз қышқылын көтеруге арналған өте маңызды өнім болып табылады. Натуральный формасын алуға кеңес беремін. Және де міндетті түрде стеклода болу керек. Екінші өнім ол масло гахи. Яғни бұл қорытылған май. Лактозасы жоқ, қорытылған май. Біз бұны безглютеновый нандарға жағып жейміз, немесе тамаққа қосуға болады. Костный бульон. Яғни бұл кәдімгі сахарный костелардан жасалатын коллагенге бай, біздің ағзамызға өте керек, маңызды суперфуд деп айтуға болады. Әрбір адамның тоңазытқышында болу керек. Әрине ол көкөністер, брокколи, біз бұны жиі қолданамыз. Бұл бізде мықты антиоксиданттарға бай өнім болып табылады. Көбінесе сорпаға қолдануға болады. Мен қазір 5 айлық қызыма пюре жасап жүрмін. Әрине ол чеснок, антипаразитарный, және де антиоксиданттарға бай тоже өте керекті өнім салат.